өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпанын білсеміз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Жарайды, тамаша. Ал енді балалар, біз Абай атамыздың әнін тыңдап көрейікші. Орнымыздан тұрамыз, бірақ сөзді үстінде қалдырайық. Абай атамызда кім болған, кім айтады маған? Аудармашы. Ұлы ақын балалар, тамаша. Абай атамыздың Абай жолы романы бар, балалар, ол қанша елге таралған, қанша тілге аударылған? Білмейміз, 30 тілге дейін аударылған екен, бүкіл дүние жүзіне кең тараған екен бұл кісінің әңгімелері. Бүкіл әлем елінде болады. Ал енді балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыз жас мұхтар. Сабақтың мақсаты осы жас мұхтардың бала кезінде Абай атамыздың осы бала өздерінің әжесі, әуез өз немересі мұхтарға Абайдың қара сөздерін айтып, Абайдың қара сөзін айтып, әртүрлі еңлік тербе, батырлар туралы, ертегілер туралы әңгімелерін айтып, ертегілерін айтып, тәрбиелеген ата болатын әуез ата. Ал енді сабағымыз мақсаты болса, олай болатын болса, қазір осы сендер балалар мынау бүгінгі немізден сөздік жұмысты көргелі отырсыздар. Кітапта болмағанымен оқушылар бүгін таныс емес сөздер бар бізде. Жатыстар классы бәріміз көрмен оқимыз. Яғни мына жерде ауылдары, мына жерде мұхтар Абай атамыздың ауылы болатын болса, мына жерде жаңа әуез атамыздың ауылы аралас жақын болғандықтан жатсарлар деген сөз мағынасы осы екен. Одан кейін күн екпіндіге таяп қалған. Қандай қоямыз? Күн екпіндіге таяп қалған. Күн батуға жақын дейді. Күн батуға жақын қалған дейді. Түсінікті ғой, қандаттелерімізді жазып берейік сөздің жұмысын.
жас болса қаламсабын қоямыз. Жас болса. Ал балалар тақтада сөйлес бойынша сіздер естеріңізге түсіріңдер шығалар. Жас Мұхтар қандай еді балалар? Кім айтады, жас Мұхтар қандай еді? Кейін кім айтады? Мақсаттамасы шын айтпай ма? Қысқаны айта ғой дейді. Оны кішкентай кезінде қоңыр қозы деп атады. Қоңыр кішкентай атында бұл қоңыр қозы екен. Қоңыр қозының деу себебі неде екен оның? Бет қандай еді дейді? Қасы. Жалпақтау. Маңдайы қандай еді дейді? Торсықта, ерні ше, ерні қандай болып кетеді дейді? Жуан болып кетеді. Мен сондықтан да ол қоңыр қозы атанып еді, иә? Ал енді сендер тақтада көріп тұрғандарың балалар. Мынау жаңа айттым ғой, Абай атамыздың аулы, мынау Әуез атамыздың аулы. Көріп тұрғандарың сендер Абай аталарының алдарына келіп тұрған қоңыр қозы. Мына атасы Әуез Мұхтардың. Ал мына екен сол ауылдағы қариялар. Сонда кішкентай Мұхтар осы Абай атасына сәлемдесуге келген кезде естеріне түсіріңдерші балалар. Екінші сыныпта біз өтіп едік қой, бәрі кім айтады маған? Абай атамыз қандай тілек айтты сонда? Оның түсіне қарап айтты ғой, болашақта сондай данышпан, ұлы ақын болатын сөздерін бір қайбірсі есіңізде қалған жоқ па? Ағайдың есіне алып келе қараймыз. Жанарымда ой нұры тұнып тұр екен, елімнің үмітін ақтан. Шіркін, оқудың соңына түсермісің? Бақтың ашық болсын балам деді. Маңдайыңнан иіскеп өзіңе тартып, кеудеңе басып сәл тұр екен. Міне бала кішкентай қоңыр қозының бет кейпіне сондай бір тұңғиықта жатқан оның ізденімпаз ақын дана екендігін Ұлабайымыз сол кезде байқап қойды. Олай болса, Ұлабайымыз жаңа Абай атамыз байқап қойды. Сол кезде қоңыр қозы атасына барып құлағына сыбырлады. Не деп сыбырлап жатыр есесін деген кезде? Еңбек етсең ерінбей тояды қарның. Еңбек еттің көрдіңдер ме балалар? Яғни көп жақсы адам болу үшін не істеу керек екен балалар? Еңбек ету керек екен, тағы да не істеу керек? Білімді болу керек, тек болу керек, тектіру керек, тағы да еріншек болмау керек, тәртіпті болу керек екен. Олай болса, мына сендер суретте бұл көріп тұрғандарың Мұхтар Әуезов қай жылы туылды? Естеріңде бар ма? Кім айтады маған? Мұхтар Әуезов қай жылы туылды? 1997 жылы туылды. Дүниеден неше жасында қайтыс болып кетті? 17 жас. Мұхтар 1961 жылы қайтыс болды, жақсы. Ал енді олай болса, балалар қазіргі кітаптарды ашыңдар, жас Мұхтар деген үзіндіге қараңдар. Қазір мен тапсырманы бөлімге бөліп оқыта жатырмын. Бірінші азат жолынан, үшінші азат жолынан дейінгі бірінші топ, үшінші азат жолынан бесінші азат жолынан дейін екінші топ, одан кейін бесінші азат жолынан алтыншы азат жолына дейінгі үшінші топ. Кәні іште бір минут уақыт береміз, жылдам оқыңдар. Сосын сіздерге дауыстап оқыңыз. Абай ауылмен қысы-жазы жақсармас болып, ағайын туысқа араласып кеткенбіз. Жоқ, Мұхтар естімегені Абайдың ескі балаларынан үлкен тәрбие алды, өнеге алды. Атам ескіше оқып танып, арыз жаза бастаған соң
Біз жаттан қорқамыз. Балаларым, деді атам бірден көңілді сөйлеп. Осы жаттап отырғандарыңды келесі күні таңертең маған айтып бересіңдер. Ал күн қазірден бастап Абайдың қара сөзімен танысыңдар. Мұны да күні аразатып кешкі құрым жатқа айтып беріп отырасыңдар. Жарайды. Екінші топ бастаңдар, жарайды. Жарайды. Ал мұғалар, сен жатып ал, деп атай сөйлеп кетті. Естілген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көзгедегі байлауы берік болмау керек. Екінші сол нәрсені естігенде жан өмірде сипатлану керек. Көңілдегі тұшқын үндімен ұғу керек. Үшінші сол нәрсені ішіне біріншіне уақыт қайтарып, ойланып, көңіліне бекіту керек. Төртінші кеселді ойлардан қашық болу керек. Ал атай бұл сөзіміздің сырын мағынасын қайта түсіндірді. Жалғастыра беріңдер. Асыл қалып жалғастыра берсе. Кейін маған адам ата-анадан туғанды есі болмайды деп басталатын қара сөздерін берді. Аз кем бой жазып демалған соң Абай қара сөзін жаттауға кірісті. Қазақ халқының рухани мәдениетінің асыл бірі ауыз әдебиеті десек атам бізге тауып ауыз әдебиетіне үйретті. Әсіресе ғашықтық жырлардан үзінділер дейді. Бізге өлең шабытпен талай әңгімелеп бергені бар. Атан келіп Айман жырлардан алғанманы. Бұл жолда жырлардағы батырлар ісіне қыр астындағы күлікке қыз атты қиял ғажайып ертегілерін де айтып берген. Ал енді балдар, есте сақтағандарыңды бір-екі сөзбен айта аласыңдар ма осы бөлімдердің қаны? Қай топ дайын бірінші? Кім айтады? Ауылымыз Абайдың ауылы сияқты қысы жазы ағайынды туыстай болып кеткен еді. Сөз жоқ, атам естіп білгелі бері Абайдың балаларынан үлгі тәрбие алған еді. Атам оқып, хат танып, әріпті жаза бастағаннан кейін атам бізге Абайдың қара сөзі мен өлеңін үйрете бастаған еді. Кеш болып кеткен еді. Біз таңертеңге шейін әріпті жаттап отырған едік. Сонда атам келіп, осы жаттап отырғандарыңды таңертең маған айтып бересіңдер.